Сәлем, 4-ші сынып оқушылар. Бүгін біз 2-ші тоқсандағы жаңа тарау, 4-ші тарау Professions and the Ways of Communication тақырыбын өтетін боламыз. Яғни мамандықтар және байланыс түрлерін өтетін боламыз. Олай болса, 50, 51, 52-ші беттерді ашамыз, балар. Осы беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз, балар. 50-ші бетте Professions and the Ways of Communication тақырыбы тұр, балалар. Суретке қараймыз. Суретте нені көріп тұрмыз? Суретте қыз және ұл баланың байланыс құралдарын ұстап отырған көріп тұрмыз, балалар. Ұялы телефон және планшет. Енді 51-ші бетті ашамыз және тапсырмаларды орындаймыз. Exercise 1. Look at the picture. What are the children doing? Have you got any of these gadgets? If yes, what do you use them for? Суретке қараймыз дейді, балалар. Балалар не істеп жатыр? Олар қандай гаджетті қолданып жатыр, және сенде ондай гаджет бар ма, немен қолданасың деген сұрақ қойған. Қысқаша сөйлем құрап кеттім сөздерге, балдар. Бірінші жаттығу: a tablet, планшет. I have a tablet, I use it to watch videos online. Яғни мен планшетті қолданамын, өйткені мен онлайн видеолар көремін. Келесі: earphones. Earphones бізде құлаққаптар. I have earphones, I use for listening to music. Келесі: phone, телефон. I have a phone, I use it to communicate with my family and friends. Міне осы 3 сөзге 3 сөйлем құрап жаздым. Exercise 2. Келесі 2-ші тапсырма. How do you communicate with your family and friends? Which way of communication do you use more often? Choose and tell the class. Ана жерде сөздер берілген, осы сөздердің бір-екеуін қолданып сөйлем құрау керекпіз. Яғни отбасыңмен, досыңмен қалай байланыс ұстайсың, қайсысын қолданып отырып. Мысалға мен бір-екеуін жазып кеттім. I like chatting with my friends online. I chat with them every day. Екінші: I like sending text messages to my friends. I text them every day. Яғни досыма хат жазамын. Біріншісінде мен досыммен онлайн сөйлесемін, ал екіншісінде мен досыма хат жазамын деп жазып кеттім. Яғни сөйлемдерді өзгертіп те жазуға болады, балалар. Келесі exercise 3, 3-ші тапсырма, балалар. Let's play, яғни ойнаймыз деген, және сөздер берілген. Мен бұл сөздердің аудармасын жазып қоям, балалар. Өздерін сыныпта екеу ара диалог құрып, ойын түріне жасасаңдар болады. Call me, маған хабарлас. Good luck, сәттілік. Give me a high five, бесті әкел. It's okay, бәрі жақсы. Please, өтініш. Hooray, алақай. Келесі бізде exercise 4. Look, read and choose the correct answer. Қараймыз, оқимыз және дұрыс жауабын таңдауымыз қажет. Бірінші суретке қараймыз, балалар. It's your brother's birthday. You kiss him on the cheek. Бүгін сенің ағаңның туған күні, және сен оны бетінен сүй деген, kiss. Келесі екінші. Your dad meets a friend. They hug hands. Бүгін әкең досымен кездесті, және олар бір-бірімен қолмен амандасты. Үшінші. It's Mother's Day. You hug your mommy. Бүгін аналар күні, және сен анаңды құшақта деп айтқан, балалар. Міне астына сөздердің аудармасын жазып қойдым, жазып аламыз. Балалар, енді келесі 52-ші бетті ашамыз. Exercise 5. Listen and repeat. How do you usually travel every day? Тыңдаймыз және қайталаймыз. Мына жерде көліктер берілген, балдар. Күнделікті немен саяхаттайсың деп сұрақ қойған. Қалай саяхаттайсың? Бірінші бізде не көріп тұрмыз? Hot air balloon. Hot air balloon бізде әуе шары. Келесі helicopter. Helicopter бізде тікұшақ. Келесі plane. Plane бізде ұшақ. Tram. Ол бізде трамвай. Minibus. Minibus шағын автобус. Underground. Underground бізде метро. Van. Van бізде жүк көлігі. Scooter. Scooter. Motorbike. Мотоцикл. Ferry. Үлкен кеме. Ship. Ол да бізде кеме, Ferry кеменің бір түрі, яғни үлкен. Келесі соңғы yacht. Ол бізде яхта, балдар. Жаңа сөздерді жазып, жаттап аламыз.
Exercise 6. Thinking cap. Find the means of transport more than one can be correct. Мына жерде ойлану тапсырмасы, яғни бұл жерде біз көліктердің мағынасына қарай табуымыз керек. Бірінші, you have to wear helmet. Қай көліктің түрінде біз басымызға бас киім, яғни шлем киеміз. Scooter, motorbike. Келесі, it has to travel on rails. Бізде ол tram, underground. 3. You have to buy a ticket. Helicopter, hot air balloon, plane, tram, minibus, underground және ship. Яғни билет сатылатын көлік түрлері. Келесі, you have to go to a station to get on of this. Underground and the minibus. Бесіншісі, you have to wear a seat belt. Helicopter, plane, van. Және соңғысы, you have to go to a stop to get on of his. This, tram and the minibus. Міне балалар, осылай көліктің түрлерін астына жазып шығамыз. Келесі тапсырма 7-ші. Match the opposites and rearrange the letters to complete the text. 7-ші тапсырмада бірінші біз берілген сөздердің қарама-қарсы антоним табу керекпіз, және астындағы адасқан әріптерді дұрыс қойып, қасына жақшаны ашып жазу керекпіз. Біріншісінде бізде fast, slow, safe бізде dangerous, quit бізде үшіншісі F noisy, clean бізде dirty, long бізде short және cheap бізде expensive. Яғни бір-біріне қарама-қарсы сөздер, я? Келесі бір slow болады, екіншісі safe болады, үшіншісі expensive болады, 4 fast, 5 cheap, 6 noisy және 7 dirty. Міне осы сөздер, яғни сын есімдер, әріптер орындары ауысып, адасып кеткен. Балалар, міне барлық тапсырмаларды орындадық, жазып аламыз. Түсініксіз болған жерлерді комментарияға жазамыз. Ұнаса лайк басамыз және қолдап кетеміз. Балалар, кездескенше сау болыңдар.